біз сабақ бастамас бұрын психологиялық ахуал, жүрек жылуы деп аталады, соны тұрғызып алайық, иә? Келіп шеңбер жасайық, келіңдер. Бір-бірімізге осы жүрекшені, кәне, назерге сен кішкене байлай тұр, иә? Сыйлап шығамыз. Бүгін сендерге тілерім сабақтарыңды жақсы оқып, сабақты түсіну кезінде ешқандай қиындық болмасын деп тілеймін. Бүгін сабақта сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта көптеген жетістіктерге жетуіңді тілеймін. Бүгін сабақта оңбалы. Бүгін сабаққа жақсы қатыс. Жақсы. Бүгінгі күнің сәтті. Өте жақсы. Енді қазір қараңдар, бір-екі деп топқа бөлініп, сол бірінші топ оң жақта отырады, екінші топ сол жақта отырады, иә? 1, 2, 1. Қанның қызметі қандай екен? Қолымызды көтеріп айтамыз. Қанның қызметі қандай екен? Негізгі қызметі. Назым, қалай ойлайсың? Қанның қызметі қандай екен? Қанның негізгі қызметі ол ағзадан керекті заттарды тасымалдайды және керексіз заттарды шығарады. Жақсы. Қан плазмасының құрамы қандай? Қан плазмасының құрамы ол судан, оттектен және де көптеген қоректік заттардан тұрады. Жақсы. Формалы элементтерді атады. Яғни бізде сендер білесіңдер, қанның құрамында формалы элементтер бар, иә? Болады, иә? Мен сендерге алдыңғы сабақта айтып кеткен, қандай элементтер бар екен? Қан жасушаларын қандай деп атаймыз? Циттер, лейкоциттер және тромбоциттер. Тромбтың қалай және қашан түзілетінін айтыңдар дейді. Қараңдар, бұны біз осы бүгінгі сабақта өтеміз. Енді қараңдар, біздің сабағымыздың, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын сендер және мақсатын айта аласыңдар ма? Осы сұрақтар бойынша. Қандай тақырыбы қандай екен? Қанның құрамы, иә, содан кейін қанның құрамындағы формалы элементтер туралы білеміз, иә. Одан кейін тромб қалай және қашан түзілетіні туралы білер екенбіз, иә. Сабақтың тақырыбы қанның құрамы мен қызметі, қан түйіршіктері, эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер, плазма, иә. Және қанның қызметі транспорттық, гомеостаздық, қорғаныштық. Біз өзіміз қойған сабақтың мақсатымен сәйкес келе ме деп көрейік. Қан құрамы мен қызметін сипаттау. Келе ме? Қысқаша қан құрамы мен қызметін сипаттау. Жақсы. Тақырыпты жазып алдыңдар ма? Жазып алдыңдар, иә. Бүгін мен саған қан туралы ендеше кеттік. Қанның формалы элементтеріне бізде плазма, эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер жатады. Соның ішінде плазмаға тоқтала кетейік. Бізде сары болып тұрған плазма, оның астында лейкоцит, оның астында эритроцит орналасқан. Плазма бізде қанның 55%-ін құрайды. Плазманың өзінің іш құрамында су, органикалық заттар және органикалық емес заттардан тұрады. Органикалық заттар олар бізде май, ақуыз, көмірсу, ал органикалық емес заттарға біз калий, кальций, натрий және көмірқышқыл газдарын жатқызуымызға болады. Эритроциттер туралы айтатын боламыз. Қанның қызыл болуы эритрицитке байланысты болып келеді. Негізінен қанның 45% бізде эритроциттер құрайды. Оның қызметі қандай? Бізде оның ішінде гемоглобин болады. Гемоглобин эритроциттің ішіне кіріп алады да бүкіл ағзамызға айналып отырып, тіндерге, ағзаларға өзінің оттегісін тастап отырады. Ол қайда пайда болады? Ол бізде сүйектің қызыл кемерінде пайда болады. Ол көбірек түтікті сүйектерде болады. Жамба сүйектерінде, төс және омыртқа сүйектерінде аздаған мөлшерде кездесуі мүмкін. Лейкоциттер бізде қанның ақ түйіршікті жасушалары болып табылады. Егер де ақ түйіршікті жасушалар қанда көбейіп кетсе, онда біз оны лейкемия деп атаймыз. Біздің ағзамызда коалициялық қызметті атқарады деп айтсақ та болады бір сөзбен. Оның екі түрі бар, гранулоцит және де агранулоцит. Гранулоциттерге біз нейтрофил, базофил және де эозинофил жатқызамыз. Эозинофил бізде аллергияға қарсы алып келеді, нейтрофил мен базофил бізде бактерияға қарсы әсер көрсетеді. Агранулоциттерге біз лимфоцит жатқызамыз, оның ішінде Б лимфоцит және Т лимфоцит кіреді. Белгілі бір жерден қан кетіп жатыр, оны домалақ болып шығып бара жатыр қандар бізде. Мысалы біз қолымызды кесіп алдық, міне осындай процесс жүреді бізде. Сол кезде ең бірінші кезде бізде тромбоциттер қанның ұйымына көмектеседі, яғни ары қарай ағып кетпеуіне.
бізде тромбоциттер осындай қызмет атқарады. Егерде тромбоцит қанда көбейіп кетсе, онда қан қоюланып кетеді. Егерде аз мөлшерде болатын болса, онда қан сұйық болады. Тақырыпты меңгеру үшін ментальды картаны пайдаланамыз, иә. Ментальды картаны сендер білесіңдер, біз алдында танысқанбыз. Онымен қалай жұмыс жасау керек екенін, иә. Мәтінмен топтық жұмыс істейді. Яғни сендер бір топ, бірінші топ, сендер екінші топ. Мен сендерге батылын дайындап қойдым. Мен сендерге жаңағы қан түйіршіктердің суреттерін дайындап қойдым, кішкене сендерге қызықты болу үшін, иә. Сонан үшеуін бірігіп істейсіңдер. Міне маркерлер бар, клей бар, ментальдық карта жасап бересіңдер. Жақсы ма? Сендерге мен 7 минут уақыт беремін. Одан кейін мына жердегі схема бар ғой, міне үшінші сызба. Үшінші сызба бойынша да жасауға болады, бірақ та енді сендердің мына жерге қазір дескрипторларды айтам, ментальдық картаны қалай бағалайтынымызды. Мына үшінші сызбаны қысқаша жазып алуға болады дәптерге. Жақсы. Енді қараңдар, дескрипторлар, қанның негізгі 4 компоненті, яғни плазма, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит картада көрсетіліп тұру керек екен, оған бір балл. Екінші, қанның формалы элементтерінің функциясын жазсаңдар 2 балл. Қанның құрам бөліктер арасындағы байланыстарды түсіндіре алсаңдар, оған 2 балл. Түсінді ме? Жақсы. Бастаймыз? Мынаны мен үшке бөліп үш сурет жасап қызметіне байланысты. Суретіне салып. Бағалы бағыттарын қоймашын, не? Бағалайсыңдар. Дескрипторлар бойынша. Енді функциялар арқылы жазулар керек, одан кейін үшінші бізде қандай талап бар екен, дескриптор бойынша қанның құрам бөліктер арасындағы байланыстарын түсіндіре алады. Сендер енді көріп жатқанда уақыт қалды, кішкене тездетеміз. Түсінгендерің бойынша бұл шамыз бірінші топ тезірек қорғауға шамыз. Екінші топ тыңдаймыз, бағаларын бересіңдер. Тезірек. Сендерде біреуің мысалы сурет салып жатсаңдар, екеуің екінші информация іздеп жату керек боласыңдар. Тәне енді қарай не туралы жазғандарыңыз? Тосан пайыз судан тұрады. Тұздар, глюкоза, амин қышқылдары, кейбір гормондар мен басқа заттар суда ериді және еріген күйінде тасымалданады. Плазма наркоздары 7-8%-дан тұрады және 3 топқа бөлінеді. Альбуминдер, глобиндер және фибриногендер. Қанда 3 жасуша бар: лейкоциттер, ақ жасушалар, эритроциттер және тромбоциттер. Ал бізде лейкоциттер, ол бізде қанның ақ жасушасы. Бұл ядросы бар, қан ағысымен ғана емес, өзінің жалған аяқтарымен де қозғала алады. Ол ағзаны ауру тудыратын микробтардан қорғайды және де иммунитетті түзеді. Жақсы. Сұлтан? Тромбоциттер ол қанның үйі үдерісіне қалыптасатын ядросы жоқ ұсақ қан пластилинкалар. Және де эритроциттер ол қанның ең ірі жасушасы, оларда ең ірі нәрвыз гемоглобин бар. Қан пигменті ол оттекті өкпеден мүшелерге және көмірқышқыл газын өкпеге тасымалдайды. Оттекпен қосылғанда қызыл түске жетеді. Жақсы, өте жақсы. Қанша балл береміз? Дескрипторлар бойынша
ескертулар бойынша қанның негізгі 4 компонентін атады ма? Атады. Қанның формалы элементтерінің функциясын атады ма? Атады. Қанның құрам бөліктері арасындағы байланыстарды түсіндіре алды ма? Кішкене не болса да түсіндіріп берді. Жақсы отыра қойыңдар. Сонда қанша бал қоямыз? 5 бал қоямыз. Бұл бізде топтық жұмыс болғандықтан әрқайсымызға 5 балдан аламыз. Енді келесі отырамыз тездек. Келесі екінші топты тыңдайық. Қане. Не жазып екен, қалай түсіндіреді екен бізге? Қан массасының 6-8 пайызын құрайды. Ол сұйық флюид плазма 55 пайызбен қатты қан тұнбаған қан жасушаларына 45%-не жақсы бөлінеді. Плазма 90% судан тұрады. Плазма құрамындағы су заттардың тасымалы мен жылу алмасуына қатысады. Ода 0,1-0,12% глюкоза бар. Плазма болса, қанның қызметін тасымалдау қорғаныш және құмарларды тек 3 топқа бөлуге болады. Қанның 3 түрі бар. Ол эритроциттер, тромбоциттер, Қан жасушалары. Қан жасушалары. Қанның құрамы екіге бөлінеді. Қан сарысуы және қан жасушалары. Қан сарысуының қызметі жол бөлікке заттар тасымалдайды, қанды ұйытады. Жақсы, сендер ана плазманың құрамы туралы жазылды ма мына жерде? Плазма құрамында Нелер бар екен? Плазманың құрамында. эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер. Плазмада жарайды, ол қан жасушалары болады. Бірақ та плазманың өзінің құрамында заттар бар, глюкоза бар, одан кейін сосын қандай заттар бар? Минералды тұздар бар, жақсы қараңдар. Сонымен кішкене толық тұсаңдар жақсы болшы. Қанша бал қоямыз? Қанша бал? Жаңағы ескертулар бойынша? Жақсы. Толық емес, сондықтан бір балын кішкене азайтамыз, бір балын. Отыра қойыңдар, жақсы отыра қойыңдар. Енді келесі қараңдар, Ньютонс аксиста білесіңдер, Ньютонс аксиспен осындай жұмыс жасайсыңдар. Сканерді өткізіп, жауап бересіңдер. Бұл бізде жеке жұмыс болып жатыр. Кәне тезірек, бұл да уақытқа арналған тапсырма. Толық сұрақтарға жауап берсеңдер, қатесіз онда ше 2 балл болады, ал қателерің бар болса, онда ше 1 балл. Қанша болды? Толық бағыз болды. Сендерде енді қарай қазір шатасып жүрді. Мұхаммед сендер қалай? Менде де бәрі дұрыс. Жақсы, өте жақсы. Қалғандарымыз. Енді келесі қараңдар, аяқтан қойғандар, менің кітаптың соңында бізде зертханалық жұмыс бар. Зертханалық жұмыстың тақырыбын жазасыңдар, одан кейін мына жерде қараңдар, қазір сендерге көрсетіп. Нөмір 60 зертханалық жұмыс тақырыбын жазып аласыңдар, содан кейін жұмыс мақсатымен құрал жабдықтарды жазып аласыңдар. Ақырата оқи бересіңдер. Мына жерде сендерде мысалы не берілген, адамның қанының суреті, бақаның қанының суреті және жылқының
құрал жабдықтарды көшіріп алғаннан кейін, жұмыс барысын оқып алғаннан кейін, сендер мысалы қараңдар, мынау адам қанының несі, көрінісі, бұл ненікі, бақанікі. Екеуін салыстырып жазасыңдар, кесте жасайсыңдар, зертханалық жұмыс қорытындысы ретінде кесте жасайсыңдар. Бірінші пішінін, мысалы сендер білесіңдер, 1 миллиметр кубта 4,5-5 миллион эритроциттер болады. Иә? Бақаның эритроциттердің көлемінің пішінін қараңдар. Қандай? Үлкенірек, дөңгелек, иә? Мөлшері үлкен дейсіңдер, кішкентай дейсіңдер. Жасуша санын жаңа айттым, сол жасуша санын айтып не қоясыңдар, жазып қоясыңдар да төртінші ядросы бойынша салыстырыңдар. Бізде сендер білесіңдер, эритроциттердің ядролары болмайды, иә? Ал мына жаңағы бақаның қанындағы эритроциттерде ядролары көрініп тұр, иә? Көкпен ядро деп жазылып тұр, иә? Енді қараңдар, бұл қалай ойлайсыңдар, қалай әсер етеді? Біздің эритроциттерде ең бірінші функциясы, жақсы, функциясы ол не эритроциттердің, жаңа біз оқыдық. Оттегіні тасымалдау, иә? Оттегінің тасымалдау. Енді эволюция кезінде біз қазір әлі бізде эволюция жүріп жатыр ғой, иә? Мына қанның, мына эритроциттерін қараңдаршы, ішіне кішкене дөңестеу, иә? Өзі тиынға ұқсайды, көлемі бойынша дөңгелек, бірақ та міне ортасы дөңестеу, иә? Бұл оның аудандық мөлшерін үлкейту үшін, яғни оттегін көбірек тасымалдау үшін бейімделген екен. Одан кейін бұларда ядро жоқ. Бұлар өте тез қозғалады, иә? Оттегіне тез-тез біздің ағзамызда тез-тез тасымалдау керек болғандықтан бұлар өте тез қозғалғанда және жеңіл болады, өйткені ядролар болмайды. Ядроның ішінде сендер білесіңдер, кариоплазма болады, иә? Сұйықтық болады, ядрошық болуы мүмкін, иә? Сол ядролар болмағандықтан олар оттегін тезірек тасымалдап жібереді. Ал енді міне қараңдар. Міне бізде құрбақаның несінің эритроцитінің суреті. Бұлардың көлемдері үлкен болып тұр, иә, біздің эритроциттерге қарағанда. Одан кейін оның ішінде ядросы бар болып тұр, иә. Олар баяу қозғалады. Біздің эритроциттерге қарағанда олар баяу қозғалады. Одан кейін баяу қозғалса қалай болады екен? Оттегіні баяу тасымалдайды деген сөз, иә. Біз жылы қанды организмге жатамыз, иә. Ал құрбақалар суық қанды, яғни олардың дене температуралары неге байланысты? Қоршаған ортаның температурасына байланысты, иә. Енді қараңдар, бұған сол құрбақалардың суық қанды болуына эритроциттердің де несі бар екен, иә, әсері бар екен. Солай ғой, оттегін баяу тасымалдаса, баяу жүрсе, біздің эритроциттерге қарағанда, ол дене температурасы тұрақсыз болып тұрады екен, иә? Сол осы эритроциттердің көлемі, мөлшері, ядросының бар жоқтығы, оның бәрі, саны бәрі организмге әсер етеді екен, иә? Ал біздің эритроциттер ядросы тез-тез қозғалып, біздің организмімізге тез-тез оттегіні, басқа да керекті органикалық заттарды тасымалдап жібереді, иә? Түсінікті ғой? Зертханалық жұмыста жаңа қазір жазған кезде өздеріңе кесте жасап жібересіңдер, пішіні, мөлшері, жасуша саны деп, сондай 4 ядросы бойынша салыстырыңдар деп тұр, иә? Плюс-минус қоя салуға болады, қорытынды ретінде. Жақсы ма? Бірінші жұмыстың мақсатын құрал жабдықтар жазып аласыңдар да, одан кейін қорытынды ретінде жұмыс барысымен танысыңдар, сендерге мен толығымен түсіндірдім. Аяғында кесте жасап, сол кестені келтіріңіз. Және тезірек осы жұмыстардың үшін үш бар. Әрқайсысы. Пішіні, мөлшері, жазылғандар, пішіні, мөлшері, жасуша саны, ядросы бойынша. Ядросы бойынша дейсіңдерде бар болса, бар деп жазып қоясыңдар, жоқ десе, жоқ деп қоясыңдар, иә? Немесе минус плюс деп қоясыңдар. Үйге тапсырма.
осы тақырыпты оқып келесіңдер. Қазір үлгермей қалсақ, зертханалық жұмысты аяқтайсыңдар. Иә, толықтырып. Одан кейін бізде тақырыптан кейін нелер болады? Сұрақтар болады. Иә, сол сұрақтарға 5 сұрақтан жауап бересіңдер. Жақсы ма? Үйде тақырыпты оқып келесіңдер, күнделікті алып жазып беріңдер. Жақсы. Енді қараңдар, сендердің балаларыңды айтып кетейін, сендер бірінші тапсырма бойынша қанша бал алдыңдар? Әрқайсысы 5 бал алдыңдар, иә? Одан кейін learning apps бойынша қанша? Барлығы дұрыс. 2 бал болса, иә, 7 бал. Одан кейін міне қазір зертханалық жұмысты аяқтап қойдыңдар, иә? Сонда 9 бал, иә? Яғни Назым мен Назерге 9 бал. Сенде басталып жатыр, аяқтайсың, иә? Сенде 8 бал болады. Сендерде басталып жатыр, иә? Аяқтаймыз. Сендерде бірінші тапсырма бойынша кішкене азырақ болған, иә, балдарым? Қанша болып еді? 4 болған, иә? 4, одан кейін learning apps бойынша Назерге аяқтады. Сенде? Менде 2 қате бар, иә? 4, 5, 6 деп жүреді. Назеркеге 8 бал қоямыз да, Мұхаммедке 7 бал қоямыз, иә? Енді мына жерде кішкене сендерге жүріңдер. Бағалар жерде бөлуден кел, иә? Жақсы, келесі сұхбат. Сұрақтарың бар болса, ұялмай жаза беріңдер, иә? Баса беріңдер. Сұрақтарың бар. Келесі сабақта ол сұрақтарды қарастырамыз. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Жақсы, сабақ аяқталды. Рахмет сендерге. Сау болыңдар.